Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Симбаева Алла Мақсұтқызы, Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағына қатысу үшін сіздер көңіл-күйлеріңіз қалай, балалар? Кәне, көңіл-күйлеріңізді көрсетіп көріңізші. Егер сіздердің көңіл-күйлеріңіз жабырқаулы болса, онда жұдырығыңызды жұмып көрсетеміз. Ал егер де көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болса, онда біз алақанымызды ашып көрсетеміз. Кәне, жасап көрейік. Тамаша, балалар. Сіздердің көңіл-күйлеріңіз өте тамаша екен. Ал балалар, біз қолымызбен не істедік? Қолымызды аштық, жұмдық. Біздер, яғни, іс-қимыл жасадық. Балалар, біздер күнделікті өмірде біз түрлі сан қилы әрекеттер жасаймыз. Яғни, үнемі қимыл, қозғалыспен өмір сүреміз. Ал біз қимыл, қозғалыссыз өмір сүре алмаймыз. Олай болса, үнемі қимыл, іс, қимыл, қозғалысты білдіретін сөздерді біз етістік дейміз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да етістік. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің құрылымын анықтаймыз. Және бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарға жауап береміз. Сонымен қатар, бүгінгі біздің сабағымыздағы етістіктің тағы да басқа қандай сұрақтар қойылатынына мән беретін боламыз. Олай болса, балалар, менімен бірге болыңыздар. Бірінші тапсырмадан бастайық. Ол үшін тапсырмалардан бастамас бұрын өткен материалымызды еске түсіріп алайық. Яғни кешегі күннен алған білімімізді еске түсіреміз. Етістік дегеніміз не? Тамаша. Етістіктің сұрақтарын ата. Жарайсың. Не істеді сұрағына жауап беретін сөздерді атай ғой. Ой, қандай көп сөз білесің. Не қылды сұрағына жауап беретін сөздерді аташы. Өте тамаша. Жарайсың. Мінекей, балалар, біздер өткен материалды еске түсіріп алдық. Ендеше бөгетсіз тапсырмаларға кіруімізге болады. Келесі тапсырмаларға енейік. Ол үшін әуелі оқулығымыздың 73-ші бетін ашамыз. Кәні балалар, барлығымыз оқулығымызды алайық. Және жұмыс дәптерінің 57-ші бетін ашамыз. Дайынсыз ба сабаққа? Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз 6-шы тапсырмадан басталады. Сондықтан да барымыз мұқият суретке қараймыз. Бірінші суретте не көріп тұрсыздар? Ал екінші суретте, үшінші суретте, яғни бұл жерде ағаштарды, құстарды және аюды, тіршілік иелерін көріп тұрмыз. Ал енді балалар, бұл көктемде, осы көктем мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады? Ағаштарға назар аударыңызшы. Құстарға назар аударыңыз, қандай өзгерістер бар? Аюда қандай өзгеріс бар? Өте тамаша, ойыңды жинақтадың. Ендеше қазір суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жазуымыз керек. Ол үшін мәтінді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты деген сөйлемнен бастап жазуымыз қажет. Ал егер де сен көктем туралы мәтін жазатын болсаң, оның тақырыбын не деп қояр едің? Әрине, тамаша. Олай болса, біз тапсырмамызды орындайық. Дәптерімізді ашайық. Келесі дәптерімізді ашайық. Мінекей, көңілді көктем деп қоюға болады. Тақырыптың атын көктем деп тақырып қоюға болады. Кәне әдемі, көлбеу, жазу жолынан шығармай әдемі жазып көрейік. Көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Суретте не көріп едік? Осыларды жалғастырып, мәтін құрастырып жазамыз. Тамаша, мінекей, сенің ойың өте дұрыс. Ал енді, балалар, осы жазған мәтіндер ішінен етістікті тауып көрейік.
көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Бұл жердегі етістік оятты, дұрыс-ақ. Сұрағы не істеді? Тамаша. Олай болса, біз етістік сөздерді қос сызықпен сызып қоямыз. Кәне жазған мәтіннің ішінен етістіктерді тауып, қос сызықпен сызып қой. Жарайсың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Тамаша. Олай болса, балалар, біздің әрбір сөйлемімізде етістік болады екен. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырма. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Қаны бәріміз қарайықшы, мұқият. Тақтаға суретке қараймыз. Бүркіт. Екінші суретте ұшақ. Үшінші суретте инелік. Ал енді ойлаңыз. Ассоциация жүргіземіз бұл жерде. Бүркіт, ұшақ, инелік. Оларда ортақ қандай етістік бар? Жарайсың, тамаша. Тамаша таптың, яғни ұшады, немесе ұшты. Өте тамаша. Олай болса, балық, кеме, үйрек. Бұларға ортақ етістікті тауып көрші. Жарайсың, өте тамаша. Мінеки балалар, тапсырманы біз тамаша орындап шықтық. Жарайсыңдар, өздеріңе қол соғып қоюға болады. Кәне кеттік. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма. Бұл дәптермен жұмыс. Кәне барлығымыз қолымызға дәптерімізді алайық. Дәптер барлығымыздың қолымызда болсын. Кәне дұрыс отырайық. Әуелі берілген нұсқаулықпен танысып. Үлгіге қарап, сұраққа жауап жаз. Бұдан қорытынды жасап көр. Яғни, не істеді және не істейді? Сұрағына сөздер жазуымыз қажет. Бірақ та бізде үлгіде берілген сөздер бар. Сөйле, оқы, жаз, кел, жақ. Енді балалар, бұны үлгі бойынша не істеді? Яғни, 8-ші жаттығуға біз орындаймыз. Не істеді? Сөйле деген сөзді біз қазір қойып көрейік. Не істеді? Сөйледі. Тамаша. Не істеді? Не істейді? Дұрыс, сөйлейді. Тамаша. Мінекей, біз қалған сөздерді дәл осылай жазып шығамыз екі бағанға. Балалар, үлгіге қарап жазамыз. Оқы. Оқыды. Келесі. Жазды. Тамаша. Міне осылай жазады. Тамаша. Жазып шығамыз. Балалар, енді осы жаттығуда не байқадыңыздар? Бірінші, не істеді сұрағында? Тасыды, тікті, оқыды. Яғни бұл жерде жетістіктің біз шақтармен танысқан жоқпыз. Бірақ та бұл жерде өтіп кеткен шақтағы сөздер тұр. Ал не істейді? Бұл алдағы уақытта болатын. Яғни не істейді? Тасиды, тігеді, келеді. Онда болар. Етістіктің бұл жерде келер шағы. Біз алдағы уақытта онымен танысатын боламыз. Бірақ та бұл сөздердің сөйледі өткен шақта, ал сөйлейді келер шақта тұрғанын білуіміз қажет. Тамаша, тапсырманы өте жақсы орындадың. Олай болса, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма. Балалар, мына мәтінде бізге ситуациялық жағдай берілген. Кәне өз ойыңды білдіріп көрші. Анаңмен зоодүкенге бардың. Саған торшындегі тотығыз қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді сен анаңа жеткіздің. Ол үшін төмендегі 3 өтініштің қайсысын таңдайсың? Біреуден өтініп сұрау үшін қандай сөздерді таңдап алуға болады? Өтініш сөздері бар. Есіңе түсір, кәне. Анашым, мен мына тотықсты алам. Бұл дұрыс па, балалар?
Анашым, мына тотықсты алып беріңізші. Бола ма, балалар? Дұрыс па? Немесе, анашым, әдемі тотықс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін. Қай пікірге қосыласың? Өз ойыңды білдіріп көр. Әрине, өтініш жасаған кезде ата-анаңа қол жетімді нәрсеге өтініш жасау керек. Тамаша, әркім өз ойында қалады. Өз ойыңды білдіріп көр. Жарайсың. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, дәптерімізді ашайық. Ондағы 10-шы жаттығуға назар салайық. Бұл жерде бізге 10-шы жаттығуда көркем жазуға тапсырма берілген. Көркем жазу үшін әуелі суреттегідей орындыққа, үстелге дұрыс отыр. Қазір үй жағдайында отырсың. Дегенмен де үстелге орындыққа дұрыс отыр. Қолыңды партаның үстіне қой, үстелдің үстіне. Дәптерің көлбеу тұрсын. Мінекей, көркем жазуға енді бастауға болады. Ал бізде көркем жазуда мақал берілген. Әуелі көркем жазуды әдемі жазып шық. Ақылды бала айтқызбай біледі. Кәне жазып шығамыз. Жазуды көлбеу, жазу жолынан шығармай. Жазу биіктіктері бірдей, қолымызды үзбей, қаламызды үзбей жазуға дағдыланамыз. Жарайсың. Тамаша. Жазуларың өте тамаша екен, балалар. Жарайсыңдар. Тамаша. Ал мақалды балалар қалай түсінесіңдер? Ақылды бала айтқызбай біледі. Ақылды бала деп қандай баланы айтамыз? Жарайсың. Өз ойыңды білдіріп жатырсың. Тамаша. Сендер өте ақылды балаларсыңдар. Сондықтан да ешкім айтқызбай-ақ оны түсініп жасай білесіңдер. Тамаша. Жарайсыңдар. Бұлай болса, балалар, біздер келесі бөлімге қарай көшейік. Өте тамаша. Кәне? Балалар, біздер сабағымызды қорытындылай келе, уақытқа үлгер деген ойын ойнаймыз. Ойынға дайынсыңдар ма? Ол үшін барлығыңыз қолдарыңызға бір парақ алыңыз. Және карандаш, немесе қаламсап алуыңызға болады. Кәне қаламсабыңызды, парағыңызды дайындап қойыңыз. Мен де сіздермен бірге ойын ойнағым келіп тұр. Ал ойынның шарты былай. 1 минут ішінде заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді жазып шығамыз. Сөздер жазамыз. Кім қанша сөз жазар екен? Ойынға қатысқың келіп тұр ма? Кәне, тездет. Уақытқа үлгеруім керек. 1 минуттың ішінде қанша сөз жазамыз екен? Мен де сіздермен бірге ойын ойнаймын. Кәне, дайынбыз ба? Минуты кетті. Дайындалып отырсыздар ма, балалар? Баста. Кәне, кім тезірек жазар екен? Уақыт. Тездетейік. Сегіз секунд қалды. Кәне. Уақыт аяқталды. Кәне бәріміз парақтарымызды көрсетейік. Міне менде. Кәне, кімде неше сөз? Менде 9 сөз жаздым. Сен қанша сөз жаздың? Тамаша, жарайсың. Міне көрдің бе, балалар? Заттың қимылын білдіретін сөздерді сіздер өте көп біледі екенсіздер. Тамаша, бүгінгі сабағымызды осымен қорытындылаймыз.
кәне келесі балалар сабаққа өте бүгін тамаша қатыстыңыздар. Алған білімдеріңізді тексергілеріңіз келе ме? Олай болса, Білген Академия порталындағы тест жұмысына жауап беріп көріңдер. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта мен сіздерді асыға күтемін.